Бүгінгі шоуымыз геймерлер арасында өте қатты танымал болып жатқан 2020 жылы шыққан арзан Free Fire'ға арналған Oppo A5 телефоны жайлы болмақ. Достар, видеоны әрі қарай жалғастырмастан бұрын лайк бас кетіңіздер. Лайк деген нәрсе бізге видеомыз ұнап жатыр, ұнап жатқан жоқ деген нәрсені білдіреді. Сондықтан барынша өздеріңіз белсендіктеріңізді көрсетіңіздер. Сонымен кеттік. Ең алдымен Free Fire ойнау үшін телефон қандай талаптарды қанағаттандыру керек, соны біліп алайық. Телефонның жедел жадысы кем 3 ГБ болу керек, және жадысында 1.1 ГБ бос орын болу керек. Кемі 4 ядролы процессор болса, онда телефоныңыз Free Fire ойынын көтере алады. Енді біздің Oppo A5 телефонына келдік. Бұл телефонның бағасы 81 000 теңге. Біреулер үшін әрине бұл ойбай қымбат деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ нарықтағы бағалармен салыстырғанда бұл сіздерге айтайын, бұл өте арзан бағадағы телефон. Сондықтан да видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, түсінесіздер, себебі өз бағасына лайық екен. Сонымен кеттік. Әрі қарай сұлулық жүрек кілті дейді. Соған байланысты біз дизайннан бастайық. Бұл телефонның дизайны бұл 2020 жылғы, себебі 2020 жылы шыққан телефон. Бұлай қарапайым секілді, бірақ өте әдемі, сырттан қарағанда, алыстан қарағанда әдемі көрінеді. Диагонал 6.5. Бұл ойын ойнайтындар үшін бұл үлкен артықшылық, себебі ойнағанға экран үлкен болуы бұл ыңғайлық, жайлылықты білдіреді. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Экраны кішкентай болғаны, үлкен болғаны дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Комментария жазып кетіңіздер өз ойларыңызда. Сонымен материалдары пластик, бұл енді кемшілік, бірақ қатты байқалмайды. Енді біз сияқты қарапай адамдарға бұл маңызды ма, маңызды емес па? Бұны да өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Операциялық жүйесі Android 9, саусақ ізімен ашу жүйесі артында орналасқан. Енді бұл біреулер үшін кемшілік болып көрінуі мүмкін, бірақ біреулер үшін бұл артықшылық болып көрінуі мүмкін. Не үшін? Себебі саусақ ізімен ашу жүйесі біреулерге артында болған ұнайды екен, біреулер жанында болған ұнайды екен, біреулер экранда орналасқан ұнайды. Енді әркімге әрі қалай, әркім сүйгеннің құлы дейді, сондықтан да енді әркім таңдау әртүрлі. Бұл телефон салмағы 195 грамм екен, өте ауыр да емес, өте жеңіл де емес, орта деңгейдегі. NFC бар, бұл да бір үлкен артықшылық, себебі арзан телефондарда көп компания бұндай функция қоспайды. Әрине, үнемдеу үшін, үнемдеу мақсатында, енді бірақ бұл NFC қосқан Oppo A5 телефоны арзан телефон, бұл бір үлкен бір артықшылық деп ойлаймын. Енді келесі нәрсе бізде камерасы. Енді камерасы туралы бастамастан тұрып, бір сұраққа жауап берсеңіздер, геймерлерге камера маңызды ма? Комментария жазып кетсеңіздер, менің ойымша маңызды емес сияқты. Енді бірақ енді әркім әртүрлі, бірақ қазіргі таңда Instagram дейді, көреміз. Сонымен бұның камерасы 4 камера, артында орналасқан 12 мегапиксель, 8, 2 мегапикселден, алдыңғы камерасы 8 мегапиксель. Бұны телефонның камерасының бір кемшілігі қараңғыда онша түсірмейді деген, себебі қараңғыда түсіру функциясы жоқ. Видео түсіргенде діріл байқалады, бірақ енді айтайын, бағасын естіген кезде бұл кемшіліктің бәрі жойылып кетеді деген ойдамын. Себебі өте арзан телефонға бұндай бір нәрсенің өзін беру бір үлкен дұрыс деп ойлаймын. Әрине, қазақ айтады ғой, көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік деп, бірақ ғаламторды пікірлей қарасақ, бұл шын секілді. Енді былайша айтқанда бұл телефонның камерасы үшін емес, ойнау үшін алуға болады. Не үшін? Себебі процессор бұда 8 ядро, Qualcomm Snapdragon 665, бағана Free Fire'ға естеріңізде болса, оған 4 ядролының өзі жететін еді. Бұнда 8 ядро, Qualcomm Snapdragon 665 процессор өте жақсы. Жадысы 64 ГБ, ал жедел жадысы 3 ГБ. Енді бұл бір үлкен артықшылық және бір пайдалы деп ойлаймын енді. Бұл деген сөз заманауи кез келген ойында жақсы ойнауға болады. Бұған ғаламтордағы пікірлерде куә. Жақсы, қатты, қиналмай ойнауға болады. Күш білекте емес, жүректе деген қазақтың мақалы бар ғой, сол секілді бұның күші камерасында емес, процессорында. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментария жазып кетіңіздер. Қарғыс алма, алғыс ал дейді. Қазақ тағы бір мақал бар ғой, керемет. Тағы бір оқырмандардың алғысын алатын бір артықшылығы, бұның қуаты бір күнге жетеді 5000 миллиампер сағат. Енді бұл бір үлкен бір артықшылық. Ойын ойнайтындар үшін бұл таптырмас, басқа енді ойын ойнайтындар бұл қуантатын жайт. Енді шынымен ғой, бәріміз қуаты көп болған ойыншылар үшін өте жақсы ғой. Бүгінгі видео аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк бас, комментарий міндетті түрде жазыңыздар.